Сәлем, менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сіздермен керемет салаттың рецептімен бөліспекшімін. Яғни ол салаттың аты Венеция деп айтылады. Және де ол салатқа қосылатын тағамдардың барлығы үйімізде бар қолжетімді тағамдар. Яғни жылдың аяғы аяқталып, жаңа жыл келе жатыр. Сол жаңа жылға жасасаңыздар. Менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен Венеция салатының рецептімен бөліскелі тұрмын. Описанияның астына мен сіздерге ингредиенттерін бәрін қалдыратын боламын. Және де алдағы уақытта мен деген көптеген сіздерден оңай салаттың рецепттерімен бөлісетін боламын. Менің каналымда колокольчикті басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Мінекей осындай дастарханға қоюға, қонақ келгенде қоюға болатын тамаша салат болып шығады. Әрине бұл өте оп-оңай 5 минуттың ішінде дайын болатын салат. Өзінің жүгеріменен өзін сәндеп келтіруге болады. Енді әркімнің өзінің идеясыменен әртүрлі қылып сәндеуге болады. Бүгін біз Венеция салатын жасамақшымыз, яғни оған керек болатыны ең бірінші түрлі түсті капустамыз керек болады, қатпаршағымыз, және оған керек болатыны мұсылманский халал колбаса, және корейский салат, сәбізден жасалған, және жүгері, қауыршықта сатылатын, және бізге керек сыр. Әрқайсыны өлшеп, осында жобалап, әрқайсыны 150 грамм, 200 граммын өлшеп қойдым. Енді сіздердің отбасыларыңыз үлкен болса, молырақ етіп жасауға болады. Әрине бұны жай ғана тәрілкеге үстіне жасап араластырып жіберуге де болады. Бірақ осылай слой-слой қылып жасайтын болса, түрі әдемі болып келеді. Қазір біз ең бірінші осы капустаға үстіне майонез салатын боламыз. Біз осы капустаға қазір бірінші жақсылап майонез құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Майонез көп болса да жақсы болады. Енді әркім өзінің қалауы бойынша қанша қосады, енді өз еріктеріңіз. Мен негізі көбірек қосуға тырысамын. Енді осының бетіне колбасамызды, мұсылман халал колбасамызды қосамыз. Және де үстіне тағы да майонез жүргіземіз. Енді үстіне сәбізімізді қосамыз. Осылай жан-жағының бәрін тегістеп, слой қылып жасасақ, әдемі салат болып шығады. Енді осының үстіне тағы да майонезімізді жүргіземіз. Енді осының үстіне қайнатылған жұмыртқаны өткіземіз, ең ірі жағымен өткіземіз. Үш жұмыртқа
жұмыртқа өзі жетеді. Менің жұмыртқам қолдың жұмыртқасы. Енді сіздер өздеріңіз магазиндікі болса да пайдалана беруге болады. Енді осыны жаямыз жан-жағына жақсылап. Тағы да ары қарай майонез себеміз. Енді ары қарай кукурузды саламыз. Кукуруздан сәл кішкене алып қаламын, себебі украшениеге керек болады маған сәнділеуге. Сол себепті аздап алып қаламын. Дәл мынандай етіп әрлеуге сәл кукуруздарды алып қаламыз. Әртүрлі нәрсемен де сәндеуге болады. Енді ортасына сәбіз қойып жіберіп, немесе огурцидың қабығымен де жасауға да болады. Түрлі нәрселермен жасауға болады. Бес минутта дайын болатын салат бұл деген мейрамдарға пайдалансаңыз өте керемет салат, дәмді болып шығады. Енді осының үстіне сырымызды саламыз. Мысалға мен халал колбаса қосып отырмын. Енді сіздер өздеріңіз тауық қоссаңыздар да болады. Немесе копченый тауықтар, сырланған жаңағыдай ысталған тауықтың еттері де болады. Немесе жай ғана филесі де болады. Енді осының үстіне жақсылап біздеген гүлдеп шығамыз. Яғни жапырақтарды гүлдетіп жақсылап жасап шығуға болады. Міне біздің салатымыз осымен дайын. Бұл Венеция салаты деп аталады. 5 минуттың ішінде дайындауға болатын салат. Бұған жүгеріні сәндеуге қалдыруға болады, және де жай ғана қайнатылған сәбізді, және де салатты петрушкалармен сәндеуге де болады. Және де одан да бөлек өздеріңіздің идеяларыңыз болса, басқаша да сәндеуге болады.